Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың English Plus кітабының 22-ші бетіндегі Club Poster, яғни үйірме постері тақырыбын талқылайтын боламыз. Жауаптарды көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Ағылшын тілінен бірге 5 шығайық. Кеттік, ары қарай бастаймыз. Бірінші тапсырмада былай айтады: Read Rosa's poster. What information is on the poster? Яғни Розаның постерін оқы, ол постерде не туралы айтылған дейді. Бірге оқып аударайық. Яғни new activity, жаңа іс-әрекет. Photography club, сурет үйірмесі. Are you interested in photography? Сен суретке қызығасың ба? Yes, this is new club is for you. Иә, бұл жаңа іс-әрекет, жаңа үйірме сен үшін. Кеттік. Photography is an interesting new activity at the youth center. Суретке түсіру ол жаңа әсерлі іс-әрекет осы жастардың центрында, жастар орталығында дейді. Photography is fun and it isn't difficult. Суретке түсіру қызықты және де ол қиын емес. The club is for young people from 10 to 16 years old. Ол үйірме жастарға, жас адамдарға арналған 10 мен 16 жас аралығындағы. It's at the youth center in Орынбор Street. Ол жастар орталығында Орынбор көшесіндегі. It's on Tuesdays from 4 to 7 o'clock. Ол сейсенбі күндері 4-тен 7-ге дейін дейді. This is the instructor Rosa with her camera. Бұл инструктор Роза, яғни үйретуші Роза өзінің камерасымен бірге. She's a great photographer and a fantastic person. Ол өте керемет суретке түсіруші және де ғажайып, фантастик, ғажайып адам дейді. Мына жерге контакт, яғни контакт кімге хабарласу керектігін жазып қойып, осы үйірмеге қатысу үшін ол Роза Рымбаева, яғни мына қыз, ол әнші Роза Рымбаева емес. Телефон, мына Розаның телефоны, cost бағасы 1 жылға 10.000 теңге екен. Енді equipment деген құрал жабдықтар өзімен бірге ештеңке алып келмейсің, яғни мына суретке түсіретін құрылғыны фотоаппаратты Роза өзі береді деген мағынада. Сонымен кеттік. Бұл тапсырманың жауабы бізде мынау. The poster club tells the place, the time and the age of the club members. The poster club tells about the place, the time and the age of the club members. Яғни бұл постерде айтады бізге мекен жай туралы, ол бар, Орынбор Стрит, уақыт туралы 4-тен 7-ге дейін, және де клубқа керек, клубқа баралатын жастардың жасы дейді. Яғни ол бізде қанша болды? 10 мен 16 жас аралығындағы адамдар туралы болды. Мына жақта бізде ешқандай number of groups туралы айтқан жоқ, немесе инструктор, яғни үйретушінің жасы туралы айтқан жоқ, осы секілді айтпады, бірақ age of club members туралы айтты, number of club members туралы айтқан жоқ. Міне жалпы осы туралы ғана айтты, және де бұл жерде cost бағасы туралы айтылды. Бағасы дегенді қоссаңдар болады, міне cost, бағасы мына жерде тұр, ол тығылып түсінікті. Енді екінші тапсырмаға кеттік. Екінші тапсырмада былай дейді: Read the poster and answer the question. Біз постерді оқып аударып қойдық, енді сұрақтарға жауап берейік дейді. Ал сұрақтарға бірге жауап берейік дейді. Who is the club for? Үйірме кімдерге арналған? The club for young people from the 10 to 16 years old. 10-нан 16 жастағы адамдарға арналған. When is the club? Ол үйірме қашан болады? Әрине, сейсенбі күні болады. The club is on Tuesday. What time is it? Қанша уақытта болады дейді. Ол әрине the club takes place between 4 and 7 o'clock. Ол 4 пен 7 арасындағы уақытта алады. Where is the club? Ол үйірме қай жерде болады? The club is the youth center in the Орынбор Street. Яғни жастар орталығында, ол үйірме жастар орталығында Орынбор көшесінде. Who is the Роза Рымбаева? Роза Рымбаева деген кім? Роза Рымбаева is the instructor of the club. Яғни мына үйірменің инструкторы, яғни үйретушісі. Ары қарай кеттік. Енді үшінші тапсырмаға оралайық. Үшінші тапсырмада былай айтады: Make a poster.
Poster club follow the steps in the project checklist. Яғни мына секілді постер жасап бер дейді. Қараймыз. Бірақ саған мына жерде чек-лист бар, соны орындауың қажет дейді. Choose an activity for your club. Өзіңе қажетті бір іс-әрекетті ал, яғни бір үйірме, қандай үйірме қалағың келеді, сол туралы ал дейді. Answer the question in exercise for your club. Яғни мына жерде тұрған сұрақтарға жауап берсем болады дейді. Find some photos for your poster. Яғни біршама суреттер тап. Make a poster with your text and the photos дейді. Яғни мына секілді кішігірім постер құрып жасап бер дейді. Міне мен сендерге мысал ретінде арт, яғни сурет үйірмесі туралы жазып қойдым. Қараймыз. Art is interesting and relaxing new activity at school for students. Арт бізде сурет, ол қызықты және демаларлық жаңа іс-әрекет оқушылар үшін. Мен жас аралығын жазып алдым, сен мына жаққа жазып қойсаң болады, мына секілді. It's at the art class, яғни ол арт сурет сыныбында екінші қабатта дедім, я? It's at the art class in the second floor дедім. It's on Monday, ол дүйсенбі күні at 9 o'clock, тағы сағат 9-да, сен өзімдікін жаза берсін. The teacher's name is, яғни мына жерде S бар, апостроф S болу керек. The teacher's name is, мұғалімнің аты кім, соны жазып қоясың. Және де мына жерге контакт деп мұғалімнің атын жазасын, мұғалімнің телефонын жазасын, айына, немесе жылына, жыл, months айына қанша ақша болатындығын жазасын. Және де equipment, құрал жабдықтар өзімен бірге сурет үйірмесіне оқушы не алу керек. Мен мына жерге мысалға не дедім? Тасыл мен paper die деп қойдым, я? Ол жерге сен кисточка, қағаз және де краска деген жазып қойдым. Мына жерге сен өзіңнің үйірмеңе не керек, соны жазасың. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Мен сені күтемін дейді. Ал мына жақта 4-ші тапсырма бар екен, оны ұмытып бара жатырмыз. Put all the posters on the wall, what activities are popular. Яғни мына жақта сен және сен достарың барлығың өздеріңнің активитиларыңды, іс-әрекеттеріңді, осындай постерларыңды әдемілеп жасап, тақтаға шығарып, және де кімнің үйірмесі атақты екендігін айтуың қажет.